Сәлем достар, біз бүгін қарқара құрап үйренетін боламыз. Әр тігіншінің өзінің техникасы бар, мен өзімдікімен көрсетейін. Осындай көрпешелердің жиегіне тігуге пайдалануға болады. Бізге керегі мынадай сатин немесе простой мата 15 см, ортасынан сызып аламын бормен немесе сабынмен. Мынадай зер мата жұмсақ. Мен оны қатайту үшін астына фрезелинмен қатайтып алдым. Бұл 5 см квадрат. Және мынадай велюр матасы. Ұзындығы 7 см, ені 3,5 см. Енді тігуге кірісейік. Мінекей біздің квадрат матамыз. Осылай қоямыз. Сызығымыздың ортасына келтіріп аламыз. Осылай бір тігеміз. Енді түгін жоғары қаратамыз. Енді осылай қоямыз. Мына зер матаны сызықтың бойымен бұрышына келтіреміз. Екі шеті мына екі матаның жиегімен сәйкес келу керек. Және ортасынан осылай тігіп шығамыз. Ашамыз. Үшбұрыш. Және мына матамыздың түгін жоғары қаратамыз былай. Және зер матамыздың бұрышына сәйкес келтіріп, осылай тігіп шығамыз. Екінші жағын. Мұнда түгін жоғары қаратамыз. Бұны да зер матамен сәйкес келтіреміз бұрышын. Тігіп шығамыз. Қайтадан зер мата. Осылайша ұзыннан ұзақ кете береміз. Мұның размерін егер жалпақ қылғыңыз келсе, мынаны 7 см емес, 10 см деп, мына жағын 4 см, 5 см деп басаңыз болады. Квадратты 6 см квадрат қылып алсаңыздар, көлемді болып шығады. Егер Мінекей, біздің қарқара оюымыз тігіп болдық. Кез келген көрпешенің жиегіне тағуға болады. Төр көрпешенің екі жиегіне тақсаңыз өте әдемі көрінеді.
оюларга осылай жиектерине тигип койууга болот. Көрпешелердин жиегинде әдемі көрүнүп турат. Мына көрпеше көрсетем. Көк велюрдан, ак бархаттан тигилген. Зерматан улуну осындай велюрмен тиксеңиздер де әдемі көрүнөт.